Жаңғақтың пайдасы. Сәлеметсіздер ме достар, видеоға лайк басып, комментарий қалдырып, тіркелуді ұмытпаймыз. Себебі жаңа шыққан видеоны ең алғаш болып сіз көресіз. Көпшілік жаңғақтардың депрессияға қарсы өнімдер қатарына кіретінін біле бермейді. Бұл ретте жаңғақтардың пайдалы қасиеттері жайлы сөз қозғауды жөн көрдім. Жаңғақтар арқылы денсаулығыңызды сақтап қана қоймай, айтарлықтай жақсарта алады екенсіз. Мамандардың айтуынша жаңғақ дәнінің құрамында 55 пен 77% аралығында май, 18 пен 21% аралығында белок, 5 пен 6% аралығында көмірсутегі, сонымен бірге В1 витамині мен А провитамині бар. Одан бөлек 1200 пен 1500 микрограмм аралығында С витамині болады. Осы кестеден сіздер жаңғақтың суықтаудан болатын кеселдерді келмеске қуатыны осы витаминдердің арқасында екенін көріп отырсыз. Жаңғақ ми қызметін күшейтетін қасиетке ие. Күнде таңертең аш қарынға 1-2 дана жаңғақ жеп жүрген адам алғыр, зейінді болады деседі. Грек жаңғағының майын қабынуға қарсы, атеросклероз бен жүректің ишемиялық ауруларына, тіпті қатерлі ісікке қарсы қолдануға болады. Ағзаны қалпына келтіруден алдына жан салмайтын бұл майды көптеген операциялар мен дерттерден кейін қолданса, тіпті керемет. Терідегі алуан түрлі жара, күйік, тартылып, қабықтанбай жүрген үлкен жаралар мен терінің жарылуы кезінде де жаңғақты езіп, майын жағуға болады. Ал ұнтақталған дәнін балмен теңдей мөлшерде араластырып, күніне 3-4 рет 25-30 граммнан жеп жүрсе, балалардың иммунитетін көтеріп, күш-қуат береді. Ол жүкті әйелдерге, қаны аз адамдарға да өте пайдалы. Бұл қоспаны гипертония, анемия, атеросклероз, бауыр, бүйрек, асқазан, жүрек қан тамырлары ауруларына, сондай-ақ еңбек пен ақыл-ой қабілетін арттыруға да қолдануға болады. Негізі жаңғақтың өзі ғана емес, жапырағы, жас тамыры, тіпті дән арасын бөліп тұрған жұқа қабырғасы да денсаулықты түзеуде таптырмас тұнба бола алады. Дегенмен осының бәрі де балмен араластырып жегенге жетпейді. Мысалы, кептіріліп ұнтақталған жаңғақтардың бір қасығын жарты литр суға салып, 1-2 минут қайнатып, бір тәулік тұндырып, күніне 30 граммнан 3 рет үзіліссіз 2-3 ай ішіп жүрген адам қант диабетінен айығатын көрінеді. Соңғы зерттеулер бойынша күніне жаңғақтың бір порциясын пайдалану жүрек ауруларына шалдығу қаупін едәуір қысқартатынын көрсетіп отыр. Сондай-ақ жаңғақтар онкологиялық аурулардың алдын алуда да 10% пайдасы бар. Жаңғақтың құрамындағы пайдалы заттар организмді холестериннен арылтуға септеседі, яғни түрлі дерттердің пайда болу қаупін бәсеңдетеді. Сарапшылар жаңғақтарды көбірек пайдалануға кеңес береді. Жаңғақ холестеринсіз көптеген микро және макроэлементтердің, дәрумендердің, майлардың көзі болып табылады. Олардың нәрлілігінің жоғары болуынан күнделікті дозаны алу үшін күніне кез келген жаңғақтың тек 60 граммнан аспайтын мөлшерін жеу керек. Мына кестеден сіздер жаңғақтардың химиялық құрамын көріп отырсыздар. Сақтап алыңыздар. Жаңғақтарды диетологтар жеңіл тағамдар ретінде салмақ жоғалту кезеңінде жеуге ұсынады. Спортшылардың күш жаттығулары кезінде пайдалы. Ең пайдалы жаңғақ ол грек жаңғағы. Оның құрамында жоғары мөлшерде мырыш бар. Ол ерлер гормондарын өндіруге жауап береді. Жаңғақтар пайдалы да, қауіпті де өнім бола алады. Оларды артық жеуге болмайды. Себебі кейбір түрлерінің жоғары калориялылығы семіздікті тудыруы мүмкін. Олар ауыр қорытылады. Бір уақытта бір уыстан артық жеуге болмайды.
жаңғақтардың барлық түрлерін қолдануға қарсы көрсеткіштер бар. Мысалы, аллергияға бейімділік, холецистит пен панкреатит, асқазан ішек жаралары ауруларына, миокард инфарктісінің қаупі, аритмия, стенокардия, тахикардия, қан қысымының тұрақсыздығы, қант диабеті. Қарсы көрсетілімдер болмаса да, күнделікті норманы сақтау керек. Күніне 15 данадан аспайтын жер жаңғақ, 20 грек жаңғағын, 2 ас қасық бал қарағайлы, 60 пісте, 20 бадам, 10 кешеу жеуге болады. Егер қарсы көрсетілімдер болса, жаңғақтарды ұқсас құрамы бар өнімдерге немесе препараттарға ауыстыруға болады. Көргендеріңізге рахмет. Сіздерге көмегі тиеді деген үміттемін. Деніңіз сау болсын ағайын. Достарыңызбен бөлісіңіз. Парақшама тіркелуді ұмытпаңыз. Сау болыңыздар.